Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дәмі ерекше болып шығатын салаттың түрімен таныстырамын. Өте ерекше дәм болып шығады, жасап көріңіздер. Алдымен бізге 5 жұмыртқа, тауықтың еті және сыр, майонез, ананас пен кукуруз қажет болады. Алдымен тауықтың етін жақсылап 4 бұрышты қылып барлығын турап шығамыз, етінен ажыратып барлығын біркелке турап шығамыз. Одан кейін жұмыртқамызды тураймыз. Міне жұмыртқамызды, тауықтың етін, кукурузымызды салдық. Енді ананасты тураймыз. Ол үшін ананасымызды алып, осылай үлкендеу болады, соны 2 бөлікке, 3 бөлікке бөлеміз. Осылай кішкене уақытау қалдырып бөліп, барлығын бірге қосамыз және сырды теркадан өткіземіз. Терканың үлкен бөлігінен өткізесіздер, барлығын өткізіп шығып, ыдысымызға саламыз, майонезімізді қосып, тұзымызбен араластырып шығамыз барлығын. Бұның дәмі деген ерекше болып шығады. Оған өйткені ананас қосылғасын, тауықтың етімен ананас қосылғанда бір тәтті дәм береді шынымен де. Сондықтан жасап көріңіздер және каналға тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Комментарийға жазып пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Әлі де көптеген рецепттер болады, сондықтан жасап көріңіздер, ас болсын.